Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдары өмір сүрді. Батыс түрік қағанатының территориясы. Батыс түрік қағанатының астанасы Суяб қаласы, ал жазғы ордасы Мыңбұлақ. Батыс түрік қағанатының өзге атауы 10 Оқбұдын немесе 10 тайпа мемлекеті. Қағанатқа енген 10 тайпалар 5 нушибилерден, 5 дулулардан құрылды. Батыс түрік қағанатының негізін салған Тардуш қаған. Шығыс түріктерді басып алуды, екі қағанатты қайта қосуды жүзеге асыруға тырысып, өзін шығыс түрік қағанатының қағанымын деп жариялаған. Қағанаттың саяси күшейген кезі Шегу мен Тон қағандарының тұсында. Шегу қаған 610-618 жылдары билік етті. Ал Тон қағанның билік еткен кездері 618-630 жылдары. Шегу қағанның тұсында қағанат шығыста Алтайға дейін, батыста Тарым өзені мен Памир тауларына дейін жеткен. Тон қаған батыстағы елдерді жаулап алуды ойлап, Орта Азиядағы басқару жүйесін қайта құрды. жылы нушибилердің көмегімен Ишбар елтеріс билікті алды. Ишбар елтеріс қаған қайтыс болғаннан кейін 640-657 жылдары қағанат ішінде ұзақ жылдарға созылған билікке талас басталды. 659 жылы Батыс түрік қағанатының әлсірегенін пайдаланған Қытай Жетісуға басып кірді. Шаруашылығы. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы. 7 ғасырдың бас кезінде түріктердің жаппай отырықшылануы басталды. Оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан жерінде дами бастаған түркі қалалары Испиджаб, Тараз, Тархир, Алмалы қалалары. Батыс түрік қағанатында Қарабұдындар деп қарапайым халықты атаған. Бұйрықтар мен тархандар сот істерін басқарушылар. Ал тат сөзінің мағынасы құлдар. Бектер деп жергілікті жерлердегі негізгі тіректерін атаған. Ал селив сөзінің мағынасы салық жинаушылар.